толсын деген біздің тілегіміз бар. Ал енді әңгімемізді бейне материалмен толықтырайық. Экранға назар аударыңыздар. Осыдан тура 22 жыл бұрын дәл осы күні, яғни қарашаның 15-інде Қазақстан экономикасының тәуелсіздігінің айқын белгісі ұлттық валюта алғаш рет айналымға енді. Алдымен біздің ұлттық қазынамыз, ұлттық валютамыз неліктен дәл осылай, яғни теңге деп аталғандығына тоқталып кетсек. Халқымыз теңгені бұрында пайдаланған. Теңге атауы орта ғасырлардан бастау алады. 8-9 ғасырларда әр билеушінің өз руының рәміздері бейнеленген теңгелер айналымда жүрді. Алғашқы банкноттар туралы біз ақпараттарды музейіміздің Тәуелсіз Қазақстан залының экспозициясының танысу барысында алуымызға болады. Онда кеттік. Жүріңіз. Экспозицияда бұл Қазақстан Республикасы президентінің 1993 жылғы 15 қарашада қабылданған Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын енгізу туралы жарлығымен және 1993 жылғы үлгідегі банкноттар мен тиындар және мерейлі күндерге арналған коллекциялық тиындар қойылған. Теңгені енгізу жоспары 1991 жылы басталып кеткен. Тұңғыш банкноттарға халқымызға белгілі ақын жазушы, ғалым, ойшылдардың бейнелерін салу ұйғарылып, Меңдібай Әлин, Тимур Сүлейменов, Ағымсалы Дүзелханов, Хайролла Ғабжалелов сынды қазақстандық дизайнерлер тобы құрылған. Суретшілердің айтуынша, бәрінен де банкноттар қатарын ашатын бір теңгелі купюрадағы Әл-Фараби бейнесін табу қиынға соққан. Өйткені бұрынырақта Кеңес одағының ғылым академиясымен канонизацияланған, яғни әулиелер санатына қосылып, оның суретін табу қиындап кеткен. Тіпті ғалымдардың еңбектерінің арасынан да ұзақ жылдар іздестірілген. Енді аяққа тұрып жатқан қиын қыстау заманда елімізде құнды қағаз бастыратын қаржы да фабрикада тапшы болған. 1992 жылы тамыздың 27-сінде ұлттық банкте теңге купюрасының үлгілерін бекіткен дизайнерлер тобы арнайы фабрика болмағандықтан Англияға аттанады. 1993 жылы 1 қарашада банктердің облыстардағы филиалдарына ексіні ашылады деген құпия конверттер келіп түсті. Сол жылы 12 қарашада Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы туралы жарлығы шықты. Онда 1993 жылы 15 қарашада 08:00-ден бастап Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге айналымға енгізілсін делінген. Сол кезден бастап теңге төлем құралына айналды.